Барлықтарына қайырлы күн, қайырлы кеш. Көріп отқан адамдар, барлықтарыңызға сәлем. Егер сіз осы видеоны көріп отқан болсаңыз, демек сізде немесе сіздің танысыңызда, туысыңызда, жақын адамыңызда осы бір проблемамен кезіккен мүмкін сондай болар. Сол үшін де осы видеоны іздеп қарап отқан шығарсыз. Сол себепті менің бүгінгі осы видеом сізге пайдалы болады деп үміттенемін. Бүгін мен сондай бір актуалды тақырыпты қозғағым келіп отыр. Ол гайморит, оның себептері және оны қалай емдеу қажет. Ең алдымен мен өзімнің басыма өткен жағдаймен бөлісіп кетейін. Мен өзім кішкентайымнан жылда аллергиялық, сезонный аллергия болатын. Жылда мұрным бітеді. Солай мен сондайға үйреніп қалған. Былтыр 2025 жыл жаз айында мен басқа қалаға көшіп кеттім. Сол қалаға барған кезімде менің мұрным тағы бітіп бастады. Мен бірақ оған аса мән берген жоқпын, өйткені жылда менде мұрным бітеді, аллергия. Мен ойладым, сондай шығар дедім да, мән берген жоқпын. Әдеттегідей мен аптекаға барамын да, мұрныма себетін спрейді аламын. Өйткені жылда мен солай жүремін. Бірақ жылда ол деген 7 күн, 10 күнде жазылып кететінмін, бірақ бұл жолы ұзақ болды. Сосын мен ойладым, мүмкін басқа қалаға келгеннен кейін менде акклиматизация болып жатқан шығар, ауа жақпай жатқан шығар дедім да. Оған тағы мән берген жоқпын. Сонымен бір спрей бітті, екіншісін алам, үшіншісін алам. Осы ұзағынан созылды. Солай жүрген кезімде күз айы басталды. Күзде менің басымның мына бір бөлігі тартып ауырды. Ол білесіздер ме, бір тамырлары тартылып жатқан сияқты бір жағымсыз сондай ауру. Бірақ ол күз айы болғаннан кейін сентябрь, күн салқындап қалды. Ал біздер қалай азанда тұрамыз, басымызды жуамыз, оны кептіреміз, немесе кептірмейміз, солай шығып кетеміз, өйткені уақыт жоқ, тез кету керек. Солай мен жүрдім, басым жуам, шығып кетем. Демек, суықтатып алған шығармын дедім да, оған да қатты аса мән берген жоқпын. Мейлі мүмкін суықтап қалған шығар дедім да, солай жүре бердім. Оның үстіне менің дәрігерге баратын, барып қаралатын уақытым жоқ. Мен кәдімгідей уақытым жоқ еді. Солай дальше жүре бердім. Сөйтіп жүрген кезде ол қыс басталды, декабрь айы, декабрьдің 31-і, елдердің барлықтары жаңа жылды тойлап жатқан кезде мен клиникаға бардым. Не үшін? Өйткені бас ауруы тоқтамайды. Кім білсін, мүмкін баста, мида бір ісік бар шығар деген, сонда бір жаман бір ауру бар шығар деген оймен мен 31-і барлық праздник бәрін жинастырып тастадым. Өйткені адам ауырған кезде оған ешнәрсе қызық болмайды. Клиникаға бардым, осылай МРТ түсірдім. МРТ түскеннен кейін маған заключениесінде гайморит деген диагноз қойды. Одан кейін мен не істеймін? Үйге келемін, өздеріңіз сияқты интернеттен қараймын, видеолар қараймын, оқимын. Гайморит деген жалпы не ол қайдан пайда болады, оны қалай емдеуге болады деген сияқты. Өйткені менде ондай проблема ешқашан болмаған, ол ауруды бірінші рет естіп тұрмын. Сол үшін жан-жақтан іздену, оқу, жалпы бұл не ол деген сұрақ менде болды. Сонымен көп ұзатпайын деп мен бірден жақсы дәрігерді іздеуге кірістім. Мен интернеттен қарадым, жан-жақтан іздендім. Солай мен бір жақсы маман, білікті маман, 35-37 жылдық тәжірибесі бар жақсы врачты таптым. Сонымен ол кісіге бардым, бүкіл анализ, МРТ снимок барлығын қарап, ол маған айтқаны хронический гайморит деді. Яғни мен дер кезінде бармаған, мен өткізіп алған, солай жүре бергеннен кейін мен хронический гайморит болып кеткен. Осы жерде мен видео қосып кетейін, қалай жалпы ем болды, қалай ем жүргізілді, сол жайлы қысқа видеоны көріп кетіңіздер.
осылай менің күнделікті ем қабылдауым осылай жүріп жатты. Күнде азанда барамын, осылай укол салады, одан кейін капельница салады, үйге келгеннен кейін ішетін дәрім бар, мұрынға себетін спрейім бар. Осылай 10 күндік ем қабылдадым. Бас ауырғаны тоқтады. Одан кейін мен түнімен ұйықтай алмайтын, мұрным бітетін, ол мұрным ашылды. Қазір жақсы тыныс аламын, жақсы ұйықтаймын, тыныш ұйықтаймын. Бірақ маған айтқаны сенде хронический гайморит деді, а мен оны естіп жатырмын адамдардан, таныстардан деген сияқты. Ол ешқашан емделмейді дейді. Яғни ары қарай тағы суықтатып алсаң, бас киім кимей жүрсең, ол қайтып шыға береді, ол сонымен қалады деген сөздерді естіп жатырмын. Бірақ ол қаншалықты рас екенін білмеймін. Сол үшін қазір сіздерден сұрағым келіп тұр. Егер сіз немесе сіздің танысыңыз осындай аурумен ауырып, содан жазылған болса, сол туралы бөлісіп кетсеңіз, ол мен үшін өте қызық, және мен үшін ғана деп ойламаймын. Қазір өткені көріп отырған басқа да адамдарға да қызық болады, пайдалы болады деген ойдамын. Сол үшін өз басыңыздан өткен оқиғаны жазып кетсеңіз, немесе осы аурудан емін қабылдап болғаннан кейін ары қарай сіз қалай солы тағы пайда болмас үшін, қайтадан гайморит пайда болмас үшін сіз өзіңізге қандай күтім жасап жатырсыз, сол жағында бөлісіп кетіңіз. Біз үшін ол өте қызық болады. Сонымен менің басыма өткен жағдай осы. Қазір барлығы жақсы, бірақ ары қарай да қазір мен барынша жылы жүруге, бас киім киіп жүруге тырысып жүрмін, өйткені ол гайморит қайтадан шықпас үшін. Енді мен сіздерге айтатын кеңесім, мейлі ол гайморит болсын, мейлі басқа да ауру болсын, кез келген қандай ауру болсын, дер кезінде дәрігерге барыңыз. Өз бетіңізбен үйде ем қабылдамаңыз. Өйткені солай мен қаншама уақытымды жоғалтып алдым. Дер кезінде мен барғанымда мүмкін бұлай хронический болып кетпес па еді, кім білсін. Сол үшін сіздерге беретін кеңесім, жылы жүріңіздер. Өйткені гайморит көп жағдайда енді суықтан болады деп айтып жатады. Мен дәрігер емеспін, мен ол жағын білмеймін. Басқа да мүмкін себептері бар шығар, бірақ менің естігенім ол суықтан болады дейді. Сол үшін сіздерге беретін кеңесім, біріншіден бас киім киіп жүріңіздер, жылы жүріңіздер. Екіншіден, қандай да бір денсаулығыңызда бір проблема болып жатса, ол ешқандай жұмыс, ешқандай тірлік сіздің денсаулығыңызда маңызды емес. Барлығын тастаңыз да дәрігерге барып қаралыңыз, анализ тапсырыңыз, барлық емді қабылдаңыз. Ал енді бүгінгі менің видеом сіз үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Өз пікіріңізбен бөлісіп кетіңіз, өзіңіздің басыңызда өткен оқиғамен бөлісіп кетіңіз. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Каналымды қолдап, осы видеоға лайк басып кетіңіз. Барлықтарыңыз аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.